Қайырлы күн, достар. Қаларыңыз қалай? Бүгінгі суббота күні мен осындай офисқа келіп, прямой эфир жасауға шықтым. Вообще негізі мынау мен екінші эфирім уже. Оно у меня не сохраняется почему-то. Қалайсыздар? Күндеріңіз қалай? Басталып жатыр. Бүгінгі суббота сағат 10. Мен эфирді міндетті түрде сақтап қоямын. Жалпы мен өзім таныстырып өтейін. Менің есімім Айгерім. Мен Өскемен қаласынан боламын. 34 жастамын. 3 баланың анасымын. Мамандығым дәрігер, жалпы 10 жыл болды. Медицина саласында жұмыс жасаймын. Бірақ бүгінгі эфир ол жайлы емес. Жалпы Инкрус компаниясында жүргеніме менің 3 жылдай уақыт болды. Онлайн бизнесім жайында сіздерге айтпақшымын. Мен бұған қалай келдім, бұл компанияға қалай келдім, сол жайында. Жалпы 2022 жылы сентябрь айында мен осы компаниямен танысып, маған презентация жүргізеді. Осындай неде бір кафеда, сол жерде мен ұнап, маған бұл демалыстың түрі ұнап, жаңағы жинақтап баруға болатындығы туралы информацияны естіген кезде мені сол қызықтырғаннан кейін мен жаңағы күйеуім екеуміз келіп тыңдадық қой, сондықтан да екеумізге ұнайды да екеуміз кіреміз осы компанияға тіркеліп шот ашып. Қазіргі таңда 2025 жылы біздің қалтамызда 8 мемлекет, 2 круиз, алла жазса міне февральдың 16-сында 3-ші круизімізге барамыз. Ол бізде Европа елінде болады. Получается, Европа, Италия, Испания, Франция. Февральдың 16-сынан 23-не дейін болады. Вот, сол жайында біраз ақпарат берейін деп кеттім. Жалпы мен қазір тура мен офиста отырмын. Мына жерде есік жауып тұр. Бұл жерде бізде презентация болып жатыр. Біздің қыздар осында қонақтармен бірге презентация өткізеді. Мен өзім жалпы данный момент отпускада жүргеннен кейін бір 5-10 минутқа эфирға кіріп, сіздерге жалпы осы менің онлайн бизнесім жайлы бөлісіп кетейін деп, ақпарат айтайын деп кірдім. Сұрақтарыңыз болса маған қойыңыздар. Эфирді міндетті түрде сақтап қоямын. Жалпы мен енді прямой эфирларды жиі жүргіземін деп шештім. Өйткені онлайн бизнес болғандықтан адамдардың барлығы былай сұрақтарын қояды. Бірақ та осындай эфирмен жаңағы сұраққа жауап беріп, толық ашқанды жөн көрдім. Сондықтан да жиі осындай эфирлар жасап тұрамын. Менімен бірге болыңыздар. Жалпы енді өзім туралы айтатын болсам, мен өзі осы уақытқа дейін ешқашанда енді 2022-2023 жылға дейін шетелге шығып көрмеген, вообще самолетқа отырып көрмеген, вообще паспорт болмаған ғой менде. Паспортымды өзі бірінші рет сол кезде алдым. Круизға баратын кезде ең алғаш рет паспорт жасап, бірінші рет барып, вообще умрада жасап көрдік сол круиздің арқасында да. Енді бұл жерде мен өзім естідім ғой, 2018-де естідім, 17-де естідім. Сол кезде ойлайтынмын, ойбай, ол круиз деген қымбат қой, ол деген енді не для меня, потому что енді бізде бюджетные работники, тем более дәрігерлердің зарплатасын білесіздер да. Енді ол демалыс мен үшін емес деп ойлайтынмын. Ол енді байлар баратын шығар деген оймен солай ойладым. Бірақ дегенмен де, привет, Альбина, сәлем. Там презентация у нас, гости. Вот наши партнеры вот так приходят, и мы занимаемся, учимся. Сол кезде 2023 жылы айттым ғой, мен енді бұл компанияға тіркелмес бұрын менде болмаған, вообще отдых деген болмаған. Солдан бастап, 2023-тен бастап, қазіргі таңда 8 мемлекетті көрдім, 16 қалада болдым. 2025-те, 26 февралында біз уже 3-ші круизға барамыз бұйырса. Енді менің өмірім былай қалайсың болады, осы Инкрус келгелі кішкене, конечно, жақсы жағына өзгеріп жатыр. В плане отдыха, в плане дополнительных заработков, да. Вот.
Конечно, бұның барлығына осы сообществоны қазір данный момент менің командамда 100-ден астам адам бар. Жалғыз өзім осы 100-ден астам адамды жинағам жоқпын да. Менің командамда партнерлар бар. Мен сияқты жұмыс жасайтын, өстіп курс жайлы айтатын, круиз туралы айтып беретін, круизді брондауға көмектесетін адамдар. Біз барлығымыз бірігіп үлкен команда құрдық. Сол командамен жұмыс жасаймын. Ол кісілерді үйретемін толық. Бізде еще ограничение жоқ жасқа дегенді, возрастқа деген не болмасандай. Например, мен Өскемен қаласында тұрмын. Бізде Швециядан, Польшадан, Турциядан, Алматы, Астанадан партнерлар көп. И ол басқа жақтан боласың ба, сен, не знаю, Семей, басқа Алматы, Астана, любой жерде интернеттің бар болса болды. Біз любой время зумға кіріп, жаңағыдей информациямен бөлісіп, адамдарға айтып, сөйтіп бизнес жасаймыз. Қазіргі таңда кәдімгі традиционный бизнес жасайтын адамдардың барлығында скоро енді қалай айтсам болады, барлығы қиында жұмыс жасау, өйткені оларда не төлейді ондай, налог төлейді, иә, налог төлейді, одан кейін НДС барлығы бар ғой енді. Ал бұл жерде готовый онлайн бизнес қой. Бұл жерде компания өзі, получается, налогыңды төлейді, өзі полностью готовый бизнес. Саған просто надо его рассказывать людям, собирать команду, говорить, и все, басқа ешқандай не жоқ. Сондықтан да, егер де қазіргі таңда солай ғой, елдің барлығы онлайн бизнес жасайды. Онлайн бизнес ол не қалай айтса болады, жеңіл да жасау, өйткені уже маркетинг план сен үшін уже құрып қойды. Сенің задачаң только айту, жасау. Бұл жерде мен енді ең алғаш айттым ғой, келген кезде ойлаған жоқпын ғой, енді осындай бизнес жасаймын, вообще онлайн бизнес туралы мүлдем ойламадым, потому что менің арманым вообще шығу болды да, шетелге шығу, бір рет болсын, әйтеуір бір рет болсын шығып келейін деп кіргем ғой енді, счет ашқап. И сөйтіп бірінші рет барып келгеннен кейін маған әрине ұнады. Мына сияқты арт жақта тұр ғой, осындай үлкен лайнер, 20 этаждық лайнер. Соның 9-шы этажында болдық бірінші рет барған кезде. Ол кезде енді Египет, Саудовская Аравия, Иорданияда болдық. Өте бір сондай керемет демалыс болды. Келгеннен кейін әрине мен барлығын айта бастадым. Мына отдықтың түрін, демалысты көрсету керек, басқа адамдарға айту керек. Мен енді жалғыз өзім емес, мен бала-шағамды апарайын, туған-туысқандарымды, ең алдымен әке-шешемді апарайын деген сияқты. Сондай мақсатпен бизнес жасаймын деген жаңағы ой түйіп, сөйден кейін кірдім ғой. Енді әрине қазіргі таңда уже 2 круиз, 3-шісі міне брондалып тұр. Қаншама адамды жібердік, 100 адамның ішінен менде енді больше половины уже съездили в круиз. Еще из них получается 1 рет, 2 рет барған адамдар бар. 2 рет не, 3-ші рет мінезлік архивіне кетіп барды. Сондықтан да адамдар енді өмірлері өзгеріп жатыр, орталар өзгеріп жатыр. Жалпы жаңағы әр саяхаттаған сайын адамның несі, кругозоры кеңейеді да, адам жаңа адамдармен танысады. Бізде айттым ғой, мында сообществода бір ограничение жоқ та, 18 жасқа толса болды. 18 жасқа толғаннан бастап 70 жасқа дейін да бізде партнерларымыз бар. И бізде әр түрлі возраста, әр түрлі ненің мамандықтары, я, біреу дәрігер болса, біреу мұғалім, біреу предприниматель, біреу, не знаю, адвокат, тағы біреу үйде отырған ана деген сияқты ғой. Вот у каждого чему-то можно поучиться. Енді действительно біз мына жерге компанияға келгеннен кейін новичок болып келеміз ғой. Новичок деген енді түк білмейсің ғой, сен бұл жерде компания туралы білмейміз да. Барлығын біз осы жерде үйренеміз, бірге үйреніп, как будто бы мен айттым ғой, екінші бір мамандықтың иесі болғандай болдым, өйткені көп нәрсе үйрендім. Білім енді действительно көп нәрсені бізде алға жетелейді ғой. Білімің бар болса, сен уже оны айта аласың, ол ақпаратты бере аласың деген сияқты. Вот, сондықтан да егер де демалам десеңіздер, жалпы круизный отдых туралы білгілеріңіз келсе, менің парақшамда осындай жиі прямой эфирлер жасап тұратын боламын. Сұрақтарыңыз болса, төменде қойып отырыңыздар. Қазір данный момент бізде офиста презентация жүріп жатыр. Сондықтан да мен бір 5 минутқа осындай ақпаратпен бөлісейін дедім сіздерге. Барлықтарыңызға қайырлы күн болсын. Сәттілік. Сау болыңыздар.